Баршаңызға сәлем қыздар. Мен бүгін сіздермен өте жеңіл, дәмді, майонезсіз салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Салатқа керекті заттар: пісірілген сиыр еті, тәтті бұрыш, помидор, қияр, чеснок, петрушка, тұз және өзіңіз жақсы көретін дәмдеуіштер. Керекті қоспалардың барлығын осылай видеодағыдай етіп турап, барлығын бір ыдысқа саламыз. Қыздар, сіздерден үлкен өтініш: менің каналымның дамуына үлес қосқыңыз келсе, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, мен сіздерге өте риза боламын. Рахмет. Ары қарай салатымызды жалғастырамыз. Осы салатқа помидор тураған кезде ішіндегі жұмсақ жерін алып тастап, сыртындағы тек қатты жерін ғана қоссаңыздар, салат бұлжырап кетпейді. Мен осы жерде қателік жасап, барлығын бірден қосып жібердім, салат сулы болып кетті. Пісірілген тауық етін кішкене қызып тұрған майға бір қуырып жіберіп қоссаңыз, дәмі одан керемет болады. Чеснокты осылай майда етіп турап, салаттың үстіне қосамыз. Оның үстіне өзіңіз жақсы көретін дәмдеуіш немесе корей салаттарына қосатын дәмдеуішті қоссаңыз болады. Сұйық майды отта жақсылап қыздырып алып, осылай салаттың үстіне құйып жібереміз. Қызып тұрған майды дәмдеуіш пен чесноктың үстінен құйып жіберсеңіз, салаттың дәмін ашады. Менің ыдысым кішкентай болып қалып, үлкен табаққа ауыстырдым. Араластыруға ыңғайлы болу үшін үлкен табаға бірден жасағаныңыз дұрыс. Тұзды және петрушканы соңында қостым. Иісі өте керемет салат шықты.